Короче, бугун приветствую. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Ассалаумағалейкум достар, сендерге әдетте видео олжы жартиев. Я достар, мен бұл приветствияны видеомен жасай алмадым, оған уақытта болған жоқ. Өздерің көріп отқандай біз уже жұмысқа кірісіп кеттік. Не жұмыс деп ойлап отырсаңыздар, бұл машиналарға арналған кішкентай ғана қалашық. Достар, бұны негізі маған анам айтқан болатын. Ол жас сатып алайық, қымбат емес қой, ой ақшасы аз деген сияқты да. Мен бірақ анама бұндай заттарды өзіңнің қолыңмен жасауға болатынын дәлелдегім келді. Соны дәлелдеу үшін мен бұл жұмыспен өзім айналысқан жоқпын. Қасыма анамды және інілерімді ертіп алған болатынмын. Інілерім кордонды бояды, анам екеуміз жаңағыдай қалашықтың ғимараттарды, жолдарды жабыстырып сөйтіп жасаған болатынбыз. Біз қазіргі таңда тек қана жолдарды қиып жатыр дұрыстап. Бұған ондай қатты күш кеткен жоқ достар. Мен қазір қарап отырып, не айтарымның барлығын осыған қарап, сценарийдің бәрін шығарып отырмын. Достар, біз компьютерге барамыз, тағы да бір-екі қағаз шығару керек. Қысқасы достар, міне мынау ненікі, түзеу жолдікі, мынау қиғаш жолдікі, жаңа бұлардың барлығы осы А4 форматқа шығаратын нелер дейді, ама бұндайды шаблондар. Мынау үлкен машинанікі, мынау кішкентай машинанікі. То есть үлкен машиналарға арналған мынау, жаңа грузовик, жаңа газель деген сияқтыларға осы жол кетеді. Ал жеңіл көліктерге міне осы шаблонды шығаратын боламыз. Бізге қазір тек қана керегі жеңіл көліктердікі. Жаңа оң жақ, мышканың оң жағын басамыз. Печать. И бізге мынандай мына жерден изображение по размеру кадра деген галочкасын алып тастаймыз. Так, сосын печать. Болды. Қазір кетіп жатыр. Барлық жер жасымен көріп шыққан. Сол жерді бояп шешсе ана жерде. Дәл қасымда тұр мына қалашық кішкентай. Бұған біз көп ондай қатты күш кеткен жоқ достар. Мен сіздерге сразу айтайын. Інілеріме бояттым қаланың астын қызыл, жасыл, сары қылып. Ал ғимараттарды біздер дейтін принтерден шығарған принтер Epson L200. Содан мен цветной қылып үйлердің макеттерін шығарып алдым да жабыстырдық кордондарға, сөйтіп үйшіктерді жасаған болатынбыз. Ал жолға керетін болсақ, оны да дәл осы принтерді шығардық, қайдық, үйттік. Сосын біздер жұмыс жасаған кезде біз негізі бұны клеймен жапсырамыз ба дедік, онымен
скотчпен жапсырғанды тәуір көрдік. Өйткені бетінде скотч тұрған жол ол жыртылмайды да. Күшті үстінде қанша жүр, оны тиіп теп ол жыртылмайды. Сосын парковка жасадық, жіңішке қылып кәдімгі А4 қағазды қидық та, соларды үстіне тоже скотчпен жапсырдық. Сөйтіп мамам өзінің көзі жетті, что любой затты қолыңнан келетін болса, уақыт арнай алатын болсаң, өзіңнің қолыңмен жасауға болады. Достар, сендер қазір менен сұрауларың болды. Олжас, сенің басың жасаймын, неге сен өзіңнен кішкентай інілеріңе краска беріп, оларды боятқызып қойды. Достар, маған сеніңіздер. Мен бұның бәрін әдейі істедім. Мен бұның бәрін олардың саусақтарының моторикасы дамусын деп әдейі өздерінен боятқан болатынмын. Ал бұлар пока что осы жасылды да, көріп отқан жасыл түсті де олар өздері бояп шыққан болатын. Сарыны да бояттым. Ал мен қазір соңғы түсіне келгенде мен Заңғарға көмектесетін болам. Бұл жасыл футболкте тұрған менің інім Заңғар. Енді ол менің видеоларымда көбірек шығатын болады. Егерде шыққанын қаласаңыздар, лайк басып кетіңіздер. Онымен біз эксперимент немесе 24 сағат челленджін түсіретін боламыз. Ендеше бұлар бояй берсін, біз басқа шаруаларымыздан айналыса берейік. Заңғар екеуміздің бояғанымызда кездескенше. Тем более кардоннан жасалған қалашықтың ол ең оңай зат екенін мен достар әу бастан білем. Бұған бізде негізі 2 күн кетті, бірақ сіздер қорықпаңыздар, сіздердің 2 күндеріңіз кетпейді. Өйткені біздің үйдің өзінде шаруасы болды, мен інілерімді ойнатуым керек болды, оған тағы уақыт бөлу керек болды, сөйтіп 2 күн. Уже сағат түнгі сағат 11:23, біз мынандай қағаздарды қиып болдық уже. Осындай өзіміздің қағаздарымызды қиып болдық жолды. Енді түнгі сағат 11 болғанда ақымақ адамдар ұқсап. Қараңыздар. Інім екеуміз, мені Заңғар інім екеуміз. Не істеп жатырық? Кардон бояп жатырық, достар. Қалай? Достар, мен бір түні мен ноутбук шықып, бірдеңе істейтін болса мен түсінетінен жеттің сағат 2-ге дейін, 3-ге дейін, таңғы сағат 6-ға дейін даже ноутбук шығып отса жүр, мен түсінетін едім. Бірақ түнгі сағат 11:30-ға дейін какой-то кардон бояу. Қалай? Неге? Карантин, достар. Бұның бәріне әсер етіп отқан карантин, думаю. Не глються. Ал сіздер үйде ешкім жоқ, тек қана өзім айналсам, может быть бизнес қылам, может быть просто так үйдің әдемілігі үшін жасаймын десеңіздер, онда примерно бір күн немесе жарты күн сіздерге спалына хватит, достар. Қағаздардың бәрін шығарып қоямыз, кардонды дайындап қоямыз, болды. Біз обычный ненің кардонын алдық, морозильниктің кардонын алдық, үлкендеу. Сол үшін інілеріме мен үлкен қылып жасап берген болатынмын. Қазір олар осымен ойнап жүр. Өздері өте қатты қуанады мен жасап бергеніме. Әлі ойнайды. Уже неше күн болды бұның үйде тұрғанына. Олар әлі қызығы қанған жоқ, өйткені өздері жасады. Тіпті достар, өздері жасаған соншалықты ешкімнің қолына бергісі келмейді. Қызғанады адамның. Айтпақшы достар, менің есіме түсіп кетті, біз 50-100 подписчиктің жартысына жетіппіз. 50 подписчик. 50 подписчик. Давайте до конца. Бұл бірақ бір жылда, достар. Ё-моё, қандай? Мен қандай влогерім бәше? Бір жылда 50 подписчик.
отыр, бір айда 101 деңе подписчик, 200 подписчик, даже бір айда 1000 подписчикке жетіп отыр. Ал мен бір жылда 50 подписчик. Бізде краска өтейін деп. Бізде краска өтейін деп атымызды. Тапшылық, краска тапшылығы. Красканың тапшылығы. Достар, олардың до того степени өзіміз жасадық деп қызғанған соншалық маған бермейді ол қолыма. Әкел, қайсы көрейінші десем, сен қазір бұзасың дейді. Достар, өз еңбегіңмен, өз маңдай теріңмен келген зат, тіпті кішкентай садик жасындағы балаға да ол еңбек болып саналады. Сондықтан олар ешкімнің қолына бергісі келмейді. Мен тіпті қасына жақындауға қорқам, екеуі келіп мені ұрып кетемін деп. Ал қазір кішкене қызығы басылды, достар. Арасында көке ойнайсың бәдік бәд. Мен әрине білесіздер, мен қызықсам ойнаймын, қызықпасам енді осындай видео монтаждап видеомды түсіріп бет. Осы видео біткеннен кейін сразу астына комментарийларыңызды толтырып тастаңыздар. Білмеймін, не жазатындарыңызды өздеріңіз шешіңіздер. Лайкты да толтырып тастаңыздар. Что? Өзің айт. Достар, соң кейін кнопка подписаться басыңдар, ол деген астыда. Естідіңіздер о. Подписаться деген кнопка астыда. Оны не істеу керек? Басу керек. Дұрыс. Інімнің не айтқан естідіңіздер? Астыға түсіңіздер, подписаться деген кнопканы басыңыздар. Живо! Тез! Бол! Басты уже. Все? Басты ма? Все. Конечно. Тексерем. Так. Аңғар, біз қазір осыны тезет бойып бітіріп тастайық. Сосын таңертең уже бұның жалғасын түсіретін боламын. Короче, пока. Достар, енді келесі видеода мен тек қана 24 сағат NL-дің тамағымен тамақтанам деген видео түсіргім келіп отыр. Қалай қарайсыздар? 24 сағат челлендж және NL деген не ол, оның қандай тамақтары бар, барлығын сол видеода мен сіздерге таныстырып кететін боламын. Осы жұмыстан кейін уже жаман ұйқым өтті, достар. Мен бұл видеоны уже түнімен монтировать еттім, монтаждадым. Қатты ұйқым отыр. Қазір болды, достар. Осы мен қазір енді кішкене ұйықтап алам да осы 24 сағат челленджді түсіруді бастаймын. Бізде үзіліс, достар. Бәріміз кекс, тамақ, анау жеп отыр. Міне өрімін кекс. Толтырып атек қойдық. Сөмбе, әйді. Шашылады. Біреу менде. Достар, қазір күттай қалды. Дайындалып қалдық. Қазір мама бәріміз көшіп отыр, достар, жолдарды. Қазір енді бізде не істейміз? Біз қазір бұл жолға жаңағыдай заправка, анау полицейскийлердің орны деген сияқты, үйлер деген сияқтыларды макеттерін жасап, бояп, соның бәрін жаңағыдай осы біздің жерімізге қондыратын боламыз. Мен негізінен жемеймін, менде ЗОЖ. Сондықтан қазір осы видео біткеннен кейін жеп аламын. Қазір мен ноутбуктен кешегідей жолда шығарған сияқты үйдің макеттерін шығарамыз, соның бәрін қазір клейлейміз, үйтеміз. Содан кейін уже полноценный городок дайын болады бізде. Дәл қазір үйдің макетін жасауға кірісеміз. Garoto abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Приятного просмотра.
Yeah, I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. I've been quiet for too long. I've been quiet for too long. I'm in need of a savior, but I'm not asking for favors. My whole life I feel like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Love it never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Surprise, motherfucker. Короче, достар, бүгінгі видео осы. Я білем, дұрыс бір приветствие немесе сендермен дұрыстап тұрып бір қоштаса алмадым. Бірақ бүгінге осы жарайды деп ойлаймын, өйткені менде өзімнің үй жағдайымда жұмыстар көп толып отқандықтан мен осы видеоны апыл-ғұпыл тек асығыс, тек шала-пұла сөйтіп шығара салған болатын. Бірақ сендерге ұнап деп ойлаймын, бұл менің өз қолыммен жасаған бұйымым, затым, то есть. Бұны мама негіз айтқан, маған сатып алайық, үйтейік-бүйтейік. Мен бірақ любой заттан басың жетсе, осындай керемет заттарды ойлап табуға болатынын тағы да бір рет дәлелдегім келген болған. Және мен оны дәлелдедім деп ойлаймын. Достар, осы видео ұнаса, каналға жазылып лайк басып кетіңдер. Сендерге менің лучше өзім түріммен түсірген видеом ұнай ма, әлде осылай тек қана дыбыстап отқан видеоларым ұнай ма, соны да комментарияға жазып кететін болыңдар. Сендермен болған мен Олжик Жәрденов, бәріңе сау.